естімедің ән, таба алмадым ешбір мән, таба алмадым мағына, күннің ырғағына. Көп ойланып дала қараңғылапты, одан кейін жерге бақты. Шуақты жарық күн, құлақта осы үн, аспабымды алып, ойнап мен отырмын, жазы дегенмен бір ән, бірақ жоғында кешмән, бұнда барлық мағына. Қайырлы кеш, ханымдар мен мырзалар, кешіміздің жүргізушісі бәрекелді армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін аптаның бейсенбі күні сағат 19:00. Демек сіздер Instagram әлеуметтік желісінің тікелей эфирінен көңілді найт жобасын тамашалап отырсыздар. Олай болса барлықтарыңызға қайырлы кеш! Құрметті көрермендер, жалпы осы алғашқы шығарылымымызға кімді қонақ қыламыз деп ұжымдастарымызбен үлкен талқылау жүргіздік негізі. Сөйтсек, біздің ауданымызда әлеуметтік желіде өте белсенді аруларымыз бар екен. Сол арулардың қатарында қыз-келіншектер де бар екен. Ендеше сол аруларымызды ортаға шақырайық, өздерін тілге тартып, сұхбаттасып көрейік. Ендеше құрметті көрермендер, аруларымызды қарсы алыңыздар. Құрметті көрермендер, біздің әдемі студиямыз одан сайын көркіне көріп қосылғандай, себебі бүгін біздің сахнамызда әдемі қыз-келіншектеріміз керемет әсемдік сыйлап тұр. Енді осы аруларымызбен танысайық. Бізде бүгінгі аруларымыз екі санат бойынша шақырып жатырмыз. Жалпылама блогер болса, сол әлеуметтік желісінде әр аруымыз әртүрлі саланы таңдаған екен. Аттарын атай кетейін. Бізде үш аруымыз бір үйден келіп отыр. Ол неге, не үшін үш аруды бір үйден шақырып деген сұраққа да осы студияда жауап алатын боламыз. Олай болса танысайық. Сағынтай қызы Фариза бізде. Және де екінші аруымыз Сағынтай қызы Динара. Және үшіншісі Сағынтай қызы Фатима. Және де біздің төртінші аруымыз Сайлаубаева Айтолқын, жалпыға Айтося есімімен танымал. Енді, құрметті қыздар, қош келдіңіздер. Бүгін біздің көңілді найт студиямыз жақсы бір жастармен толығып отыр екен. Әсіресе белсенді жастар болғанына мен өте қуанышты болып отырмын. Қош келдіңіздер ең бірінші. Енді басты сұраққа назар аударайық. Енді біз жаңа жоғарыда айтып кеттім, үш аруымыз бір үйден келіп отыр деп. Сіздер жақында әлеуметтік желілеріңізді бір дүр сілкіндірген бір жағдай болды. Енді қатты дүр сілкіндірмесе де жақсы бір трендке енетіндей нәрсе жасадыңыздар әлеуметтік желіде. Ол мына Хабар телеарнасында Гүлнұр Мамасарипованың фильмі миллиондаған просмотры бар Келінжан телехикаясына пародия жасаған екенсіздер. Сол жөнінде әңгіме қозғаймыз бүгін, және де бізде Сайлаубаева Айтолқын, яғни Айтося есімді аруымыз тұрмыс құрған қыз. Бізде жалпы қазақта қызға 40 үйден тыю деген бар. Осындай тыйым сөздер көп, аруларымыз көп жерде тежеп жатады. Бұл кісіге жан-жақтан қандай қолдау бар, оны өздерінен сұрайық. Ендеше, ең бірінші аруларымыздан сұрайық.
Неге дәл осы Келінжан фильміне пародия түсірдіңіздер? Содан бастайық. Микрофон құзыры сіздерде. Сәлеметсіздер ме? Менде Иде дейтін өзім туған әпкем бар. Сол осы жаңағы Айсара бұл ойнайтын Дариға Бадықоваға мен ұқсататын. Содан мен біреуге ұқсатқанға ұнатпайтынмын ше. Иә. Содан 1-2 жылдықта уже туыстарымыз солай айтып жүр. Содан кейін неге осыған пародия жасамасқа деген өзіме ой келді. Содан кейін ой бірақ ұят шығар деген ой келді тағы. Иә. Содан кейін Фатима айтты, сен атақты болсаң 1 секундта атақты болып кетесің деп. Содан давай осыны шығарайық деп соған сөйтіп шығарды. Фатима кенже сіңіліңіз. Сіздер әлеуметтік желі Инстаграмнан бөлек TikTok әлеуметтік желісінде де белсендісіздер. Қателеспесем 2 сіңіліңіз TikTokта. Енді рахмет дейміз. Айтолқынға сұрақ қойғым келіп тұр. Айтолқын енді өзіңнің әлеуметтік желіңді жеке күнделік қылып қалыптастырған екенсің. Бұл жеке күнделік қылып қалыптастыруға жалпы Инстаграмды қай жастан бастап пайдаланып, баса назар аудара бастадың осыған? Соны сұрай кетейін. Алдыменен бізді қазір көріп отырған көрермендерге қайырлы кеш. Мен Инстаграм әлеуметтік желін сонау мектеп кезінен өзім Атырау облысы Жылой ауданы Құлсары қаласының қызымын, туған жерім Құлсары қаласы. Сол жақтан белсенділігім артып, Жылой тұрғындары өзімен кіші, өзімен қатарлас Құлсарының жастары солай қызығушылық танытып, солай басталып менің блогерлік, нақты бір блогер болам деген басында онда ой болған жоқ. Бертін келе қазір келіншек болғаннан кейін осы Байғайын ауданына келіншек болып түскеннен кейін барып қазір блогер деген дамып жатыр ғой жалпы Қазақстанда, жалпы барлық елдерде. Соны неге қолға алмасқа деген мақсат болып, солай басталды. Ал былай бұрындары былай ондай қатты қызығушылық емес, жай ғана өзім күнделікті не істеп жатырмын, студенттік өмірімде не істеп жатырмын деген сияқты сондай посттар салатын болдым. Сол менің бөлек өзімнің аудиториямды жинап алдым сөйтіп жүріп. Содан басталып барлығы. Жақсы, керемет. Құлсары елді мекенінің аруы Байғанинге келіп, Байғаниннің блогерлік саласын дамытып жатса, неге Құлсарыдан қыз алмасқа, Жақсы. Рахмет. Енді Фариза, Динара, Фатима үшеуіңе сұрақ. Қателеспесем, осы Келінжан телесериалына пародия жасағаннан кейін, осы фильмнің режиссерлары ма, актрисалары ма сіздерге қоңырау шалған екен. Сол жөнінде осы әңгіме рас па, өтірік пе, өз ауыздарыңыздан естісек. Жоқ, рұқсат етпеген болған, жалпы сіздермен тілдесті ма? Қарсылық жөнінде, келіскендігі жөнінде келісіп айтып жіберсеңіздер. Ол былай болды, мен жаңа Дариға Бадықованың өзінен жаңа Инстаграмға енді өзінің админ номерін салып қояды, содан сұраған болатын, осылай пародия жасайын деп жатырмын, рұқсат па деп. Сосын болады деп айтты. Содан кейін өзі Дариға Бадықованың өзі прямой эфирге кірген кезде сұрақ алдым. Содан сала беріңіздер, пародия ол өнер деген кеңдік деп өзі айтқан. Содан кейін өсіп салды. Алдынан бір өттіңіз. Ал сіздерге звондап одан кейін 2 сериясы түсірілді ғой бізде енді не болып пародия болып. Сол кезде маған айтты жаңағыдай, сіздер енді пародия жасамаңыз, именно сіз жасамаңыз деді маған. Содан кейін неге сіздерге ұнамай қалды ма деген сұрақ болды. Сосын жаңағыдай солай Дариға Бадықова осылай түсірме деп айтты деп. Режиссерлар? Иә. Содан кейін бір күн өткеннен кейін уже мен Инстаграмға айтып енді салмайым деп айтып болғаннан кейін бар. Бұл пранк жаңағыдай сізді Дариға Бадықова осылай кішкене қайрап көргісі келді, жаңағыдай арғырай түсіре ме екен, түсірме ме екен деген кішкене ойыншық адам деп айтқан болатын. Сіздердің талаптарыңызды тексеріп көрді. Енді былай істейікші, осы фильмде негізі 3 басты кейіпкер, 3 келін, үлкен, ортаншы, кенже. Үшеуіңіз сол 3 келінді сомдадыңыздар. Енді образыңызға келіп тіреліп жатыр ғой, сол образдарыңыз ұқсай ма, ұқсамай ма, біз салыстырып көрдік. Экранға назар аударып көрейік. Сол актрисаларға бет-келбеттеріңіз ұқсай ма екен? Бәрекелді. Мына жерде Фариза бізде Айсара келіннің образын сомдаған екен, Динара Балқия, Фатима Асылым атты келінді сомдаған екен. Бәрекелді. Бұлай қарап тұрса ұқсайды. Мына жерде Бадықова тек шетке қалып қойған екен, дәл киім киісі болсын, орамал тағысы болсын, келіңкірек.
Бәрекелді. Енді фото образдарыңыз ұқсайды екен. Енді режиссерлар хабарласқаннан кейін сіздердің тек бет-келбеттеріңізге ғана баға бере қоймайды, актерлық шеберліктеріңізді де сұрай кетеді. Енді біз сіздердің сол сомдаған видеоларыңызды тапқан болатынбыз, соған да бір назар аударайықшы. Ал көрейік. Барды бар, жоқты жоқ деп айтпайма. Мыңдай сүбірейді. Ана жақта анау сұрпа сұрап 5 балтыға тесеймін. Мен сұрпа демесем жүрейді ау деймін. Апарамын қазір сұрпаны. Балқия сенде апатты алмайсың ба? Айсара деген дауыс жақсы көресің. Балқия сен бізге қарап аузыңды ашпа. Айтқаным айтқан. Бір тиын бергізбеймін саған. Бір тиын. Ойбай, біз сендерде қашан ақша сұрай бердік? Қылышта бесібет алатын ақша жоқ. Айтып бар мәліметке. Бесібет емес, велосипед сосын менің әлішін ешкімді алған жоқ. Ақша сұраған емес. Сен маған үйретпе. Жүріңіздер одан жемшектер. Шайды сен өзің іш. Қылжалап отырған қатын сен емессің бе? Әрбірден кейін екеуінің көзіне қыңдар. Қылышты алып кетем қала. Бәрекелді, қошеметті білдіріп қояйық. Шынымен режиссерлар хабарласуға тұрарлық еңбек атқарған екенсіздер. Жақсы. Енді Айтолқынға бұл жерде үлкен сұрақ қойғым келіп тұр. Айтолқын, енді жоғарыда айттың, осы Байғани елді мекенінің келінімін деп. Бізде ауылда бір менталитет бар. Келін жалпы үй шаруасын тындыру керек бірінші орында. Қалған уақытында не істесе де оны істесін. Не істесе де оны істесін болғанда да ата ененің рұқсатымен. Енді сен TikTok жанрында да видеолар түсіріп жүрсің, осылайша әлеуметтік желіде күнде белсенділік танытып жүрсің. Бұған жолдасыңыз, ата енеңіз қандай көзқараста? Біріншіден ол тек қана Байғани ауданда емес, жалпы қазақтың сондай менталитеті бар да, келін болды, сол үйге тек дым істемеу керек, тек шаруа істеу керек деген сияқты сондай қазақи менталитет бар. Ол біздің үйде де бар ондай жағдай. Әрине ата-енемнің алдынан, осы жолдасымның алдынан өтем бірінші осы жерге келуімнің өзінде де мысалы жолдасымнан рұқсат сұрап ата-енемнің қолдауымен келіп отырмын мысалы. Бірақ мен айтатыным, ол келін, ол біреудің қызы, ол оған дейін де өзінің жан-жақтылығы, сүйіктісі болған шығар да, олай келінді тұмшалап жауып тастауға болмайды менің ойымша. Келіннің ойымен санасу керек. Ол тек қана сол үйдің манағыдай отымен мен сол мақалды келтіре алмаймын. Отымен кіріп күлмен шығады. Солай бұл міндет емес, өйтіп жазылмаған да мысалы нақты. Ол әр адамның мысалы, бірақ келіннің өзіне байланысты. Ол сол атмосферадан шыға алмай, болды, мен сол үйде сөйтуім керек, халықтан ұят, ойбай дейді, мен ұят деген нәрсені мен ол ұятты нәрсені көрсетіп жатырған жоқ. Мысалы мен Инстаграм әлеуметтік парақшамда келіншектер жазып жатырады, қалай рұқсат береді, қалай солай жүресіз, қалай үлгересіз бәріне деп. Егер де адамның жүрегінде сондай қызығушылық, манағыдай талпыныс болса, оны ешқандай кедергі бола алмайды оған. Мысалы, қазірдің өзінде үйде қайныларым көп балалы отбасынан шыққан жолдасым, үйде көп балалы жанұя, оның барлығына да үлгеруге болады. Инстаграмға да көңіл бөліп, отбасыға да көңіл бөліп, жаңағыдай келінді олай біреудің қыз, өйтіп шеттетуге болмайды менің ойым. Осы тұрғыда ата-енеме алғыс айтқым келіп отыр, үнемі қолпаштап, бар, қатыс, қалма деп үнемі. Мысалы, Байғани ауданынан ең бірінші қазір осы шарам сіздерге келіп отырған көп рахмет шақырғандарыңызға. Сол келінді олай басып тастауға болмайды менің ойымша. Рахмет. Бұл сұрақты не үшін қойдым? Жалпы қазір көп қазақ қоғамында келін мен нененің арасындағы бір кішігірім майдан дейікші. Осыны әзілмен де келтіріп жатады. Бұлай өмірлік оқиғаларды да көріп жатамыз. Сіздің отбасыңыздың келісімін не үшін сұрадым? Сіздің көзқарасыңыз бойынша сол жандардың түсіністігін түсіндірдіңіз бізге. Енді енеңіздің өзі қалай ойлайды екен, оны экранға назар салып көрейікші. Шынымен солай ма екен? Қал көрейік. Ардақ апамызбен сұхбаттасқан болатынбыз біз. Жастардың заманы талабына қарай жаңашылдығы деп түсінемін. Әр кезде де жастардың осылай заманның ағымына қарай жаңашылдықпен жақсы істердің жүргені жақсы. Айтолқын келініме де айтарым, осы заман талабына қарай, заман ағымына қарай жаңа көзқараспен қоғамда да, өз отбасында да жаңа көзқараспен, жаңашылдықпен, жаңа істердің куәсі болып, сол әрбір жаңа жақсы істердің қасында табылуына тілектеспін.
бәрекелді, қошемет деп қояйықшы болды ғой. иә, біз бұны Айтолқынға айтпағанбыз. Шынымен кеше Ардақ апамызбен жеке кездесіп осындай өтініш жасаған болатынмын. Ол кісі де біздің ойымызды түсінді, осылай өз жүрек жарды лебізін видео сәлемдемемен жіберген болатын. Бізді Ардақ апамыз тамашалап отырса, сізге үлкен сәлем. Рахмет. Енді жаңа Ардақ апамыз жоғарыда айтып кетті ғой, Айтолқын келініміз біздің отбасымызға бір жаңашылдық әкелді деп. Сол жөнінде осы жерде Айтолқынның бір белсенділік танытқан жеріндегі нәтижесіне біреуіне тоқтала кетейін. Жақында Жастар ресурстық орталығы ұйымдастырылған отбасылық байқауда марапатқа ие болдыңыз. Өзіңіз сол жөнінде бір кішігірім айтып кетсеңіз, ол қандай жарыс? Қазақстан осы елімізде 15-ші қыркүйек, қателеспесем, отбасылар күні болған болатын. Сол кезде бүткіл округтар қатысып жатыр. Сосын мен ойладым да, неге қатыспасқа, ата-енем, мама папам көп балалы отбасы, кіші жастарға, жас отбасыларға көрсететін өнегеміз, манағыдай іс-әрекетіміз мол ғой. Соны неге көрсетпеске деп, видеомонтажы, эссе, келіндік өмірім қалай өтіп жатыр, отбасы болу қандай деген сияқты видеоматериалды дайындап, әулетімізден жүлделі 3-ші орынды жеңіп алған болатынбыз. Бәрекелді, рахмет. Енді мен келесі сұрақты Фатимаға қойғым келіп отыр. Сағынтай қызы Фатима. Сіздерді жалпы осы пародия жанрына тартқан Фатима болса, осы видео түсіру саласында кімді тыңдайды, кім басшы? Әлде барлығымыз Фатиманы тыңдаймыз ба видео түсірген кезде? Кім режиссердің қызметін атқарады? Кеш жарық. Сіздерге рахмет. Алдымен осындай көңілін айтқа шақырғандарыңызға. Я, мен Фаризаға айтқаным рас, енді көтерілсең, сен 1 секундта көтерілесің деп айттым. Енді біз видео түсіріп бастадық. Негізі оператор болған кезде видео түсіргенде біз үшеуміз алма-кезек бір-бірімізді түсіреміз. Бұлай істе, былай істе деген негізі мен айтамын бұл жерлерде. Сол енді. Опытный сіз. Динара, осы 3 қызды жақсы былай көріп біліп жүрсің ғой отбасыңда болғаннан кейін. Үшеуіңнің осы видео түсіруден бөлек тағы қандай қабілеттеріңіз бар? Соны айта кетсек. Үшеуіңізге де тоқталып кетсеңіз. Айта өтіңіз. Ән айтамыз. Сосын TikTok түсіресіздер, қателеспесем. TikTok түсіреміз. Фуд-блогерсіздер, е? Иә, фуд-блогеріміз. Волейбол ойнаймыз. Бәрекелді. Осы өнерлі отбасы екендеріңізді білем. Жалпы бұлай екі отбасында салыстырып қарайтын болсақ, екі отбасыда, көп балалы отбасыздар, қателеспесем. Бұл да бір өнерлі болуға бір жол ма, қалай бір-біріне бауырмалдық сезім бұл жерде өнерлі болуға баулай ма? Мен айтамда, мана кіші сіңлілеріңіз ғой, бір құттай сөзім, сен 1 секундта жұлдыз болып кетесің деген өзі апаларына мысалы қандай мотивация, бауырына деген. Сол шығар, көп балалы отбасы бір-біріне демеп, манағыдай қолпаштап, қолдап отырады. Көп балалы отбасынан жұлдыздар солай шығады деп ойлаймын енді өзім. Жалпы видеодан бөлек қандай өнерлеріңіз бар деп тектен-текке сұраған жоғым. Мен бір жандардан естіп қалдым. Фариза аруымыз бізде қой соя алады екен. Бір қойды санаулы минутта деп парша-паршасын шығарады екен. Бұл қаншалықты рас әңгіме, бұл әлде өсек аян ба? Жоқ, бұл рас. Оның ешқандай ұяты жоқ. Ол біз енді үйде алдының бәрі қызда, үйде ұлдар кішкентай. Содан енді ата-анама кішкене көмек деген сияқты. Өзім 7-ші класстан бері мал соямын. 7-ші класстан бері. Әлі күнге дейін соямын, бірақ қазір інім өсті. Інім ары қарай жалғасты. Қазір бар жаңағы шаруаларыңызды ініңізге табыстап, медиа саласына көштіңіз. Жақсы. Рахмет. Қошемет соғатындай нәрсе 7-ші класстан бастап алдарымыз қой сойса, бәрекелді. Рахмет. Енді біз Фаризаның үлкен апасын танимыз. Тағашай өз керемет әнші, дәстүрлі әнші болсын, эстрадалық жанр болсын, көптеген байқаулардың жеңімпазы. Айгөзге де сәлем жолдаймыз, егер бізді көріп тамашалап отырсыздар. Енді Айтолқынға оралсақ қайтадан. Айтолқын, күнделікті историяңда бір жаңалықпен бөлісіп отырасың, парақшаңның подписки бөліміндегі видеоларын біз қарап отырамыз. Жаңа Ардақ апамыз айтып қалды ғой, өзінің отбасына жаңашылдық сыйлады деп, өзіңді айтып жатсың, қайныларымды, қайынсіңлілеріммен байланыс жасап тұрам деп. Сол кішігірім қайныңмен байланыс жасаған бір видео бар екен, соған назар аударайық. Көрейік.
сізді барынша ойнатып жатыр. Енді бұл сіз үйреттіңіз ба, әлде бұл өзі сұранды ма, давай біз түсірек, мен де танымал болғым келеді деген сияқты? Бұл деген үйде ешкім жоқ, қайнатам қорада жүрген кезде үйде ішіміз пысып, осы өлеңді үйде қайным өзі айтып билеп жүрді. Сосын давай, кенже қайным ғой үйде кішкентай, давай кел батыр екеуміз видео түсірейік, еще әнде де байқасаңыздар бүйтін сөйтшеш деп қоямын ғой ана жерде. Сол кенже қайныммен аяқ астынан шығып, ол кезде келіншек болып түскенде 1-2 ай болған кез, енді үйренісіп, сол енді сіңісіп бастаған кезім сол кездегі. Бәрекелді, рахмет. Құрметті көрермендер, бізде мына жерде айта кететін ақпарат бар. Айтолқын бізде студент кезінде Сақтаған Байышев атындағы Алаш студенттік театрының құрамында өнер көрсетті. Және де Ақтөбе сахнасында бірнеше мәрте өнер көрсетіп, ән бағытынан да актерлық шеберлігінен де жақсы жетістіктерге жете білді. Одан бөлек тағы да бір түртіп айта кететін жайт, ауданымыздың намысын қорғап жүрген Жемсағыз жайдарман тобының құрамында да өнер көрсетті. Бұл да айтып кететін нәрсе. Қыздар, сендерге сұрақ, отбасыларыңызда жалпы ата-аналарыңыздың тұқым дейміз ба, қалай өнерге қабілеті бар ма? Бір актерлық шеберлік болсын, әлде бұл өздеріңіздің? Жалпы әкеміз жағында бар. Апаларымыз баян тартады, жаңағыдай домбыра. Өзім әкем гитарамен өлең айтады. Бәрекелді. Бұл енді гитарист отбасынан шыққан актриса қыздар. Бізде әлеуметтік желіде жаңадан қосылған көрермендер болуы мүмкін. Сол кісілерге де сіздерге таныстыра кетейік. Құрметті көрермендер, сіздер көңілден айт жобасын тамашалап отырсыздар. Бүгін бізде блогер қыздар, яғни әлеуметтік желіде белсенділік танытып жүрген аруларымыз. Нақтырақ айтатын болсақ, бізде Сағынтай қызы Фариза, Сағынтай қызы Динара, Сағынтай қызы Фатима және Сайлаубаева Айтолқын атты аруларымен сұхбаттасып отырмыз. Сұрақтарыңыз болса әлеуметтік рахмет Аманжан. Сұрақтарыңыз болса әлеуметтік желіге жаза отырыңыздар, сіздердің сауалдарыңызды аруларымызға жеткізетін боламыз. Жақсы, енді қыздар, алдағы жоспармен бөлсек, бұл Келінжанмен тоқталып қаламыз ба, және де тек әлеуметтік желінің күнделігімен тоқталып қаламыз ба, сол жөнінде әңгіме өрбітсек? Жоқ, әрине тоқталмаймыз. Біз Келінжанды бастап түсірдік. Ол Келінжан түсіргеннен кейін тағы да түсіретін киноларымыз бар. Ол түсіретін киноларымыз актриса, актерларынан да рұқсат сұраған болатынбыз. Келінжан түсіргеннен кейін де жалғастырамыз. Бәрекелді. Құпия болмаса, қандай фильмге дайындық бастап жатырсыздар? Тракторшының махаббаты. Тракторшының махаббаты, бәрекелді. Сосын мен сұрап отырғаным, міндетті түрде пародия салу үшін сол жанның алдынан өту міндетті ме? Әлде? Әрине өту міндетті, себебі бізге жаңа Дариға Бадықова пранк жасаған кезде айтқан авторлық құқық деген бар. Сондықтан сіздер сала алмайсыздар, менің рұқсатымсыз, мен штраф салатын боламын деп айтқан. Бәрекелді. Құрметті, осындай пародия жанрын енді бастайын дейтін аудандағы осы Инстаграм әлеуметтік желісінің тікелей эфирінде көрермендер болса, бұл түртіп аларлық нәрсе. Егер бір жанға пародия жасайтын болсаңыз, міндетті түрде сол жанмен хабарласып, рұқсатын алыңыз. Немесе әкімшілік жауапқа тартылуыңыз мүмкін. Мінекей жақсы мәселе келтірді. Енді Айтолқын, өзің қателеспесем, аудан тұрғындары үшін тегін SMM курсын өткізіп жатырсың. Осы жөнінде тарқатып әңгіме айтып берсең. Көрермендерге түсінікті болу үшін алдымен SMM курс не екенін айтып өтейін. SMM курс қазіргі Инстаграм әлеуметтік желісіндегі белсенділік, яғни оның қыр-сырын біз тек білеміз. Мысалы, көп көрермендер біледі да, лайк басады, сурет қарайды, комментарий жазуды біледі. Ал мысалы ойлайды да, қаншама блогерлер бар, солар просто так сол лайк арқылы, комментарий арқылы қырып ақша тауып жатсыңдар. Мысалы, өзіме айтады да, апаларым, сіңілерім айтады, мә, саған лайк басады, осындай сонша ақша бере ма деп. Жоқ, әрине, SMM курс деген ол әртүрлі бағыт болады өзінің. Сол осы аудан тұрғындарына, осы жақында жастар ресурсы орталығымен бірлесе отырып, қыз-келіншектерге тегін SMM курсын өткізіп жатырмын. Ол бір апта өтеді. Ол курс деген ішінде барлығы бар: видеомонтаждау, фотомонтаждау, посттарға жаңағыдай тақырып қою деген сияқты әртүрлі, яғни адамды жан-жақты дамыту болып есептеледі. Сондай өткізіп жатырмыз, иә. Бәрекелді. Егер осыдан қызығушылығы бар жандар болса, саған хабарласса болады. Иә, хабарласыңыздар. Бәрекелді. Айтолқын айтты ғой, осы әлеуметтік желі бойынша көп адам негізі Инстаграмда просмотрың мен лайкың көп болса, бір Инстаграмның адамдары бір ақшаны күреп беретін сияқты. Негізі ол
ұғым қате. Ол қате, ондай ұғым жоқ. Тек табатын болсаңыздар реклама арқылы және қосымша курстар реклама арқылы, курстар арқылы табады. Енді мен Динараға сұрақ қояйын. Динара, алдағы уақытта тракторшының махаббаты деп жатсыңдар, тағы да бірнеше сериал жоспарда бар дейсіңдер. Осы құрамды жаңарту немесе құрамға тағы да қандай адамдар кіруі мүмкін? Бұл тағы да отбасылық құрам бола ма, әлде жалпы аудан тұрғындарын тартасыздар ма? Жоқ, отбасылық, өзіміздің інілерімізді тереміз, бұл негіз серия. Інілеріңіз жалпы туысқандар дейтін группада белсенді сияқтысыздар, жақсы. Соған қарағанда Келінжан сериалы туысқандардың басын біріктіруге бір үлкен себепші болған сияқты. Жақсы. Енді осы Келінжан телесериалына дейінгі қыздар қандай болды? Келінжаннан кейінгі қыздарға көрермендердің ықыласы дейміз да, көзқарасы дейміз да, өзгеріс бар ма? Мен тек әзірге әлеуметтік желідегі подписчик санынан өзгеріс байқадым. Одан бөлек қандай өзгерістер бар? Мысалға, күнделікті жағдайда жас өнерпаздар суретке түсіп жатыр ма? Болмаса, енді қолтаңба демей ақ қойайын, суретке түсіп, видео сәлемдеме сұрап, құттықтау сұрап дегендей. Иә, жаңағыдай бізде Семей мен Шымкенттен адамдар көп екен да. Бір күні маған бір қыз жаңағыдай осылай айтады, неден Инстаграмнан жазып тұр. Мен сізбен бірге түскім келеді жаңа пародия салуға дейді да. Сосын мен айттым, мен актриса емеспін ғой, жаңағыдай ол киноға түскісі келеді да. Содан кейін мен Ақтөбе облысының Байғайын ауданы деген жерде тұрамын десем, ол жаңағыдай Шымкент сондай жақта тұрады екен. Сосын ой, мен бара алмаймын, ниетіңізге рахмет. Сіздің де алдыңыздан өтті былайша айтқанда. Енді өздерің көрдіңдер, Айтолқын тұрмысқа шықса да әлеуметтік желідегі белсенділігін тоқтатпай жалғастырып жатыр. Енді сіздерге әлі тұрмысқа шығуға ерте шығар, бірақ сұра кетейін, егер тұрмысқа шыққан жағдайда бұл кәсіп тоқтап қалу мүмкін бе? Сол әрине. Ол күйеуіміз қарсы болса да, қарсы болмаса да түсіреміз деп отырсыздар жалпы. Иә, жақсы. Түсіністікпен қарайды деген ойдан мінекей Айтолқынның ата-енесі сияқты жандар жолығатын шығар бәлкім сіздерге. Сіздерде Семей жақтан деп қалдыңыздар аудиторияның басым көпшілігі. Айтолқын, сенің де басым көпшілік аудиторияң қай өңірден? Құлсары мен Ақтөбе. Құлсары мен Ақтөбе. Бәрекелді. Енді бізде мастер-класс дейтін бір айдар бар. Марадан бері Келінжанды тектен текке аузымызға алып жатырған жоқпыз. Бүгін енді қыздар повседневный дейміз ғой, жалпы күнделікті болмаса да әдемі көйлектерімен келіп, сол образға ұқсай алмауы мүмкін, бірақ барынша сол қыздарға өтініш жасайық. Жаңағы сол Айсараны, Балқияны, Асылымды бір кішігірім эпизод көрсек. Осы жерде тұрсаңыздар да болады, отырып айтсаңыздар да өздеріңіздің көңілдеріңіздің хошы берсін. Сол басын түсіндіріп, соны көрсетіп берсеңіздер, иә? Ақылдасып алыңыздар. Рахмет. Бұл жерде кинода былай да, жаңа Балқияның күйеуі болады, ол күйеуі жаңа Айсараның күйеуінен ақша сұраймасын деп бірдеңе болады. Не? В общем, сол жерін сомдап берейік. Содан Айсара Балқияға келіп айқайлап тұрады. Сол кезде жаңа кіші келіні екеуін арашалағысы келеді. Балқия арашаға түседі. Сол көріністі көрсеткілеріңіз келеді. Жақсы. Ал құрметті көрермендер, біздің арнамызда Келінжан телесериалының қысқаша үзіндісі дейді. Ал көрейік. Біз Бадықованы күтіп отырық. Жақсы. Сәл қыздар қобалжып тұр. Монтаж емес, тікелей эфир болғаннан кейін. Ал көрейік, ә? Барынша салайық. Жақсы. Мына жерде бір Фатиманы бір қолдау керек сияқты. Қобалжып тұр әпкелерің. Бір мотивация беріп жүр. Солай сорлап. Мен оған көрермендерге тағы да бір естерін сала кетейін. Құрметті көрермендер, сіздер әлеуметтік желінің тікелей эфирінен көңілді Night жобасын тамашалап отырсыздар. Біздің жобаның да ерекшелігі сол, Night сөзінің тура мағынада аударғанда кешке түнде өткізілетін жоба. Көңілді Night тамашалап отырсыздар. Қыздар, дайынсыз ба?
Ал кеттік. Балқия, бізге қарап аузыңды ашпа. Айтқаным айтқан, бір тиын бергізбеймін мен саған, бар ғой, бір тиын. Ойбай, біз сенден қашан ақша сұрап едік? Ой, жақсы, рахмет, аралар дейсіздер, қинамай ақ жақсы. Қылышбектің жаңа белсебет алатын шаш жоқ. Айтып бар мәдебекке. Белсебет емес, велосипед. Сосын менің мәдешім ешкімге қарап алақанын жайып ақша сұраған емес. Жоқ қалар ма? Әдер. Жеше, сіздерге не болды? Жүріңіздер, одан да шай ішейік та. Шайды сен өзің іш. Қалжалан отырған қатын сен емессің ба? Әрбірден кейін екеуіңнің ымжыңдарың бір. Жақсы, рахмет. Барынша тырысты енді қыздар. Қарай, сахнада мысы басып тұр, бұрын соңды бұндай үлкен сахнада өнер көрсетпеген аруларымыз. Жақсы, рахмет. Енді бізде келесі сұрақтарға көшейік. Енді қыздар, алдағы уақытта оқу студентсіңдер ме? Әлде мектеп оқушысыңдар ма? Ақтөбе жоғары ауыл шаруашылық колледжінің дене тәрбиесі және спорт мамандығында оқимын, 4-ші курс студентімін. Спорт, ауыл шаруашылық дегенге қарағанда мамандық таңдаудан қателестіңіз бе, жоқ әлде сол сала бойынша жұмыс таңдағыңыз келе ме? Жоқ, мен дейтін 9 бітіріп түскен болатынмын, жаңағыдай өзім енді қой сойып жүргенсің? Жоқ, өзім күреспен айналыстым. Бізде Фариза волейболмен айналыстым. Сарла дейміз. 3 жыл күреске қатысқам, ой сияқты. Осы Байғайын ауданында спорт мектебінде тренерім Абдығалиева Жұлдыз деген апай болған. Сол ең бірінші рет қыздар күресі ашылды, соған барған болатын. 8-ші классында 1-ші курсқа дейін қатыстым. Уже 2-ші курсында сабағым қиындап кеткендіктен тастап кеттім. Бәрекелді. Негізі спортшылардың өнерге деген көп жағдайда көзқарасы жалпы байланыспай жатады да бір-біріне. Сіз спорттан кейін қалай өнер саласына, мына медиа саласына, актерлыққа көшіп кеттіңіз? Әлде бір нәрсе түрткі болды ма? Фатиманың мотивациясынан бөлек. Әлде қызығушылық жай? Қалай қарастыруға? Сол қызығушылықтан келдіңіз. Бәрекелді. Енді ертең бұйыртса деп сөйлейікші. Кино саласына ұсыныстар түсіп жатырса, қандай жанрда өнер көрсеткілеріңіз келеді? Бұл Айтолқынға да қатысты сұрақ, себебі Айтолқынның актерлық шеберлігін біз білеміз. Барлықтарыңыз айта кетсеңіздер, қандай жанрдағы фильмдер ұнайды? Мен негізі бұрыннан Томирис фильмі бар, ол уақытта тарихи киноға кәдімгідей түскім келді. Енді ондай нәрсе бұйырмай қалды, бірақ енді жалпы түскім келетін сериал андай болады ғой. Стерваның рөлінде ойнайтын, жеңіл рөл емес, Стерваның рөлінде ойнайтын, таршылдап тұратын сондай рөлдерде ойнағым келеді. Если мүмкіндік болса сондай. Мүмкін біздің эфирімізде де бір режиссерлар отырған шығар, түртіп отырыңыздар. Ал қыздар, сіздер ше? Осындай жаңағыдай Келінжан деген сияқты қазақтар түсіретін, қазақша мән мағынасы бар, осындай киноларға түскіңіз келеді жалпы. Қазақша мән мағынасы бар, жаңағыдай жаргон сөздері бар, түрткіштеп отыратын, күнделікті жағдайдағы. Бәрекелді. Бұндай сіздердің салып жатырған көріністеріңіз, сіздердің отбасыларыңызда болсын, сіздер жақта қайталанып тұра ма? Осы кейіптегі адамдарды көріп тұрасыздар ма? Бұл тек кинодағы алынған. Бұлай жалпы идеямен енді ашуланған кезде, сондай кезде сіңілдерім күледі, аумай кеттік. Бәрекелді. Ауданда тағы да бір бадықыва бар. Енді біз әлеуметтік желі деп шақырдық қой, әлеуметтік желіге қанша уақыттарыңызды арнайсыздар күнделікті? Соны айта кетіңіздер. Айтолқыннан бастайық. Бізді Айтолқын басқаларына қарағанда өте көп уақыт сияқты, себебі күнделік екен біз білеміз. Мен деген Инстаграм әлеуметтік желісіне көп нақты бір уақыт аударам жайды. Бірақ көбінесе негізі әлеуметтік желінің өз уақыттары бар. 9-да, 12-де, 6-да. Дәл сол уақытта мысалы жалпы статистика бойынша әлеуметтік желілерде көп отыратын адамдар болады. Мысалы қарайды, интересныйды қарап отырасың, сол сияқты. Сол уақытта барынша оқырмандарыма уақыт бөлуге тырысамын сол уақытта. Бірақ кейде бала дейсің, шаруа деп жүресің, ұмытып кетемін кейде. Бірақ нақты бір
күнімен түнімен емес, енді қолым босаған уақытта. Қол босаған уақытта. Жалпы бізде де солай, сол уақыттарда қолымыз босаған уақытта ғана сөйтіп стористер түсіреміз. Ал былайынша енді үйде де шаруалар деген сияқты, қыз балалар енді үйде шаруа жасайды ғой. Сол сияқты тек қолымыз босаған уақытта ғана инстаграммен. Әлеуметтік желі сіздерде екінші орында үй шаруасынан кейін. Бәрекелді. Осылай бұл керек деп ойлаймын. Енді біз келесі айдарымызға көшкіміз келіп тұр. Келесі айдарымыз бізде көңіл күй. Жалпы мына нәрселердің не екенін сіздерден сұрасам, білесіздер, бұл смайлик, яғни адамның эмоциясын әлеуметтік желіде жеткізетін бейне. Осыны сіздерге бір-бірден табыстайын. Қазір шартын түсіндіретін боламын. Бәрекелді, рахмет. Енді бірнеше эмоция көрсетілген осы смайликтерді. Мен қазір бірнеше ситуациялық сұрақтар қоям. Соған сай өздеріңіздің қолдарыңыздағы смайликпен бет-әлпеттеріңізді көрсетсеңіздер. Сол эмоцияны көрсетсеңіздер сол суреттегі. Ең бірінші бұл сұраққа көп адамның жауаптары белгілі. Бірақ сіздердікін де сұрай кетейін. Таңертең ұйқыға тұрған кезде қандай эмоцияда боласыздар? Ал қарап алыңыздар. Мүмкін біреуге ұнар. Айтолқын мұң айттыр. Көбіңізге ұнамай. Көпшілігіне де солай сияқты. Енді бізде келесі сұрақ. Ал инстаграмда болсын, әлеуметтік желіде болсын, статистикаларыңыз жақсарып, жақсы пікірлер көбейе бастаса қандай көңіл күйде болады екенсіздер? Бұған оңайатын ешкім жоқ. Бәріне рахат күшті. Енді инстаграмда жалпы черный бан деген болады, хейтерлер көбейетін кездер болады. Осындай ситуацияда көңіл күйлеріңіз қандай болады? Айтылған бір түрлі, қалғандарыңыз эмоция тауылмай, барлықтарыңыз бір қосырқап қарап тұрсыздар, бәрекелді. Енді келесі сұрақ, сыни пікірлерге қалай қарайсыздар? Қандай көңіл күйде сыни пікірге? Барлығына күліп қарайды екен, мұңайып қарайды екен. Бізде қыздарымыздың көпшілігі сынға қарсы. Бұл заңдылық қой, негізі әлеуметтік желіде статистикаңыз жақсаратын болса, міндетті түрде бір хейтер пайда болады. Енді соңғы сұрақ, көңілді найт жобасындағы сіздің көңіл күйіңіз қандай болмақшы? Бәрекелді, барлықтарыңыз көп күшті. Құрметті қонақтарымызға рахмет дейміз. Енді біздің де уақытымыз таяп қалды. Біршама уақыт жақсы әңгімелер айтылды, жақсы ақпараттар келтірілді. Енді алғашқы шығарылым болғаннан кейін кейбір жерлерде қателік кетсе кешірім сұраймыз сіздерден, көрермендерден кешірім сұраймыз. Енді бағдарламамыздың заңдылығы бойынша келген қонақтарға кішігірім сый-сияпат таратқымыз келеді. Мен сіздерге дайындаған болатын, соны көптің көзінше ұсынайын. Енді бүгінгі бағдарламамызды бір күшті бір блогерлер құсап аяқтасақ, мен сіздерге қолға салайын, көрермендерімізге қарап тұрып, өздеріңіздің сөзді қорларыңызды қосып, жақсы бір түйіндесеңіздер, ары қарай мен өзім аяқтайтын боламын. Ал, микрофон құзыры сіздерде. Айтолқын бастай ма? Иә. Құрметті оқырмандар, бүгінгі көңілді найт жобасы өз мәресіне жетті. Бізге өте қатты ұнады. Осындай қасымдағы керемет талантты қыздармен таныс болдым. Қазіргі тікелей эфирде болып жатырған инста парақшаға тіркеліп, лайк басып, өздеріңіздің комментарийларыңызды қалдырыңыздар. Біз сіздерден күтеміз. Актриса қыздарымыз енді. Ең алдымен рахметімді айтамын осындай көңілді найт жобасына шақырып жатқандарыңызға. Ең алғашқы жобамыз осы келіп отқан. Осы жоба ұнады бізге қатты. Және де достар айтарым, осы көңілді найт парақшасына тіркеліп, лайк басып, комментарияларды жаудырып тастайық. Бәрекелді. Құрметті көрермендер, қонақтарымыз айтып жатыр, алғашқы жобамыз деп. Біздің де негізгі мақсатымыз сол, аудан басындағы осылай көрінбей жатырған таланттарды халыққа көрсету, олардың мәртебесін көтеру.
келесі жобамызда да осындай сан түрлі мамандық иелерін шақырып сұхбаттасатын боламыз. Келесі жобамызда өзгеше форматта өткізілетін болады. Құрметті көрермендер, әр бейсенбі сайын көңілді Найт жобасын 19:00-де жіберіп алмаңыздар. Келесі жүздескенше кеш көңілді болсын. Рахмет назарларыңызға.